Баршаңызға сәлем достар. Менің бүгінгі сабағымда осындай кроссбоди тоқу сабағы өтетін боламыз. Өте оңай, қарапайым кроссбоди. Жазға ұстауға арналған сезонный сумочка. Бұл сумочкаға мен подклад тіккен жоқпын. Маған подкладсыз ыңғайлы. Сол себепті осылай қалдырдым. Ал енді менің сабағымды көрмес бұрын лайк басып, каналыма тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және басқа да сабақтарды өткізіп алмас үшін колокольчик батырмасын басып қойыңыздар. Ал енді сабағымызға кірісейік. Мінекей бізге қажетті заттар: полиэфирный шнур, дайын сумканың түбі, және сумканың асты бұл сатылады. Менің кішкентай түрі, одан да кіші түрі болады, одан кейінгі түрі, екінші түрі. Және де әртүрлі размердегі крючоктар қажет болады бізге. Егер осы заттарымызды дайындап алған болсақ, жұмысымызға кірісейік. Ең басында біздің шнурымыздың бас жағын сәл күйдіріп аламыз зажигалкамен. Сосын мен ең басында бірінші 3 мм крючокпен тоқып бастаймын да, кейінгі жағында 5 мм крючокқа алмастырамын. Яғни біз ең бірінші мына дайын табанын, сумканың табанын қоршап айналдырып тоқып шығамыз. Арнайы схема сызып қойдым. Барлығы да стол без накида болып тоқылады. Яғни ортадан бастайтын болсақ, мысалы мына жерде бірінші бір столбик с накидом, одан кейінгісіне 2 столбик с накидом, кейінгісіне 1 столбик, 2 столбик, 1 столбик, 2 столбик деп осылай қайталана отырып аяғына дейін, соңына дейін келіп тоқимыз. Яғни бірінші мына бетке біз петля шығарып аламыз. Артқы бөлігіне ештеңе жасамаймыз. Мен мына жерден бастап отырмын. Ар жерден де өздеріңіздің қалауыңызға байланысты бастай беруге болады. Яғни мына петляны былай етіп аламын. Бізде бірінші петля, бірінші столбик без накида. Осыдан кейін мына жағындағы біздегі осындай кішкентай қалдық қалып қояды. Соны мына крючоктың астыңғы бетіне былай қарай шығарып отырып тоқып жібереміз. Петлялардың арасына тоқып жібереміз. Тағы да петля алып шығамыз да, енді мына тұрған біздегі петляға 2 столбик без накида тоқылады. Біреу, екеу, біреу, кейінгісіне одан кейінге екеу тоқимыз. Мына жерде. Осылай кезектестіріп, қатардың соңына дейін өз бетімізше тоқып шығамыз. Табан жағын өзімізге қаратып аламыз. Мінекей қатардың соңына келіп жеттім. Енді біз мына жерде тоқу барысында мына біздегі осы петляны мына тұрған ашық жерге арғы бетіне шығарамыз. Яғни артқы бетінен крючогымызды кигіземіз де, осы петляны былай тартып аламыз. Петляны тартып аламыз да, кішкене тартып, петляны кішірейтіп, осы жерден аяқтаймыз. Бірден аяқтап жіберуге болады, осы жерден қайып, сосын жаңадан бастауға болады, басқа шетінен. Мына жердегі біздің аяқтауымыз көрінбес үшін. Қабырғаларын тоқуға кірісеміз. Енді мен мына жерден бастайын деп отырмын. Бізде қосынды жерлері онша қатты байқалмас үшін
бір шетін бастауға жөн көріп отырмын. Енді қазір біз бірінші қатардың барлығын стол бетпес накидамен айналдыра тоқып шығамыз. Бірақ тоқыған кезде біз мына жерден бастайын деп отырмын мен. Және де мына жерде петляның бір жақ шеті, міне үстіңгі бөлігі, және соның артында бір жіп жүреді. Осы екеуі арқылы өткізіп тоқимыз. Алдыңғы бетіндегі қабырғасына тиіспейміз. Петля подъемы аламыз, яғни біздегі бірінші стол бетпес накида есебінде, келесіне тағы да екеуін қатар аламыз. Мына жіпті ортасына сала отырып, бірге тоқып жібереміз. Ешқандай көз петля қоспаймыз. Тек қана айналдыра стол бетпес накидамен тоқып шығамыз. Мынандай сызыққа түсіп бастау керек. Енді біз тек қана жоғарыға тоқимыз. Яғни бұл біздің сумочкамыздың қабырғасы. Мен бірінші қатарда тоқып болдым. Қатардың соңына келдім. Енді қатардың соңын біздің соңғы петляны сәл ұзынырақ етіп алып қаламыз да, осылай енді мына тоқыма бебімізді өзімізге ішкі бетінен қаратып аламыз да, мына тұрған ең бірінші петлядан жаңағы біздің петлямызды көрсетейін, ішкі бетіне қарай өткіземіз. Жібімізді тартып, орнына келтіреміз. Яғни бұл әрекет бізде қосылған жерін көрсетпей тоқудың әдісі болып табылады. Енді осы жерден ары қарай бір петля бұлай алып аламыз да, сосын бірден осы жердегі петляның тап ортасынан кіргізе отырып тоқимыз. Бұл бізде галочка узоры арқылы тоқитын боламыз. Мына петляның мына жерінен емес, мына ортасында екі осындай жіп болады. Бұл екі ортадан кіргіземіз. Бұл галочка бізде. Мына жерде галочка тұр. Екі петляның ортасында кіргіземіз де өзімізді тоқимыз ары қарай. Мына екі аралықтан алып тоқимыз. Мен өзімнің тоқып отырған крючогымды ауыстырған жоқпын. Солғалпы үшінші номерлі крючокпен жалғастырып жатырмын. Егер де сіздерге өздеріңізге үлкен крючокпен алмастыратын болсаңыздар болады. Бірақ мен осы крючокпен жалғастыруды жөн көріп отырмын. Әрбір қатарда, барлық қатарда бізде енді галочка узор жалғаса береді. 15-20 сантиметрге дейінгі аралықта тоқып болғанда сіздермен кездесеміз. Өз бетімізше тоқып шығайық қарай. Мінекей қыздар, мен алғашқы 10 рядты тоқып қойдым. Осындай узор сіздерде де шығу керек. Және де мына жерін тағы да бір көрсетіп жіберейін деп тұрмын сіздерге. Мына қатардың соңына келген кезде мен алдыңғы қатарларды тоқып шықтым. Стыктары онша қатты білінбей тұр. Осылай болып шығу керек бәрімізде. Ол үшін мына тұрған біздің жіптің соңын, яғни соңғы тұрған осы петлямызды, мына қатардың басы басталатын жерде мына петля тұр ғой, осы петляның артқы бөлігінен крючогымызды алып келеміз де, мына аяқталған петляны осы
крючокқа іліп алып, мына жаққа қарай шығарамыз артқы бетіне. Осыдан кейін крючогымызды алып алып, дұрыстап тағып аламыз. Петлямызды. Сосын осы жерден бір петля подъем аламыз. Осыдан кейін барып, мына жерде бізде галочка тұр ғой, сол галочкадан бастап тоқимыз. Келесі галочкаға осылай жалғастыра береміз. Енді бізге где-то тағы 10 ряд немесе 5-6 ряд тоқып қараймыз. Содан кейін егер бұл ұзындық бізге жарайтын болса, біз тоқымамызды, яғни осы қабырғаларды тоқуды тоқтататын боламыз. Мінекей мен тоқып болдым. Менің матогым бір матокта 100 метр болған. Сол осы менің қалаған размеріме сәйкес келді. Енді қазір мен бұл сумканы мынандай фурнитурамен әсемдеймін, себебі менің жібім аяқталып қойды. Сол себепті мынандай клапанмен жауып, және де қазір мына жерге орнатамын. Сосын мынандай сетпен қадап қоятын боламын екі жағын. Мына қалдық жібіммен мынаны артын тігіс ретінде қазір мен біріктіріп шығамын. Осылай өстіп жүргізіп шығамыз. Екі қайтара өтеміз. Менің жібім тура жетті. Яғни мынандай артық жіп қалды. Осы артық жіпті енді осы ішкі бетінің араларына жасырып, керек емесін қиып, түпкі жібін күйдіріп қоямыз. Осылай арасына білінбейтіндей етіп жасырып қоямыз. Шама кішкене ұзынырақ қылып жасыру керек. Енді сол фурнитурасы қалды менде. Мына жерде тұру керек екен. Сол жерге фурнитураны қойып қоямыз, осылай қадап. Осындай әдемі кроссбоди шықты менде. Менімен бірге тоқығандарыңызға рахмет. Алда кездескенше сау саламатта болыңыздар. Тіркеліп, каналыма лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.